туысқа қалған ұсақ нәрселер болады. Баяғыда мен бала кішкентай кезімде айтып отыратын менің ағам, әкем көрген екен. Домбыраны қырғызда қомыз дейді екен, түркіменде домбырама несі ұзын болады екен деп. Ол туысқа аппарат бола берді ғой. Керек десеңіз, скрипка қайдан шықты? Скрипка бізден шыққан. Мына сол кезде Шыңғысхан империясында келіп кетіп жүрген жаңағы Карпини, Рурктар, кейінгі Марко Поло солар алып барған. Қобыздың сол арқылы скрипка қалыптасқан. Бұл жөнінде кезінде арадағы орыстың зерттеушілердің жазғаны бар. Енден аяғы мына біз қазіргі кеспе, лапша батыстан шығады. Бізден шыққан ғой. Марко Поло апарған.